Мен Жамбыл облысының білім басқармасы, Тараз қаласының білім бөлімінің 3 мектеп лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, Тоғызқұмалақтан спорт шеберіне үміткер, 1 санатты төреші, педагог сарапшы Салабекова Гүлмира Бейсенбековнамын. Сабақтың тақырыбы: қазақтың ұлттық ойыны, қарсыластың ойынын болжау. Тоғызқұмалақ. Сабақ мақсаты: оқушылар қарсыластың жүрісін болжай отырып, өзінің әрбір жүрісін стратегиялық тұрғыда таңдайды. Ойыннан кейін өз әрекеті мен шешіміне талдау жасай алады. Құрметті оқушылар, кішкене назар аударайық, қараңыздар. Біздің осы мақсатқа, сабақтың тақырыбы мен мақсатына жету үшін мына қадамдарды іске асыруымыз керек екен. Ол қадамдарымыз қарсыластың ықтимал жүрістеріне болжай алу, өз жүрісін стратегиялық жоспармен ұйымдастырады, тактикалық шешім қабылдай алады, логикалық байланыстар орната отырып, тиімді жолды таңдайды. Жеңіске жету үшін бірнеше жүрісті алдын ала жоспарлайды. Яғни біз қарсыластың жүрісін аңдап, өзіміз қорғаныста бола отырып, шабуылға шығады екенбіз, Ол үшін біз стратегия жасаймыз, ойланамыз, сөйтіп қадамға асықпай барады екенбіз. Солай ғой, оқушылар? Үй тапсырмасын блиц сұрақтары арқылы пысықтадым. Құрметті оқушылар, енді мен сіздерден біз осы күнге дейін нені үйренудің негізгі ережелері балалар. Жүріс санау, құмалақ ұту, тұздық ұту және ойынның соңы атсырау екен, солай ғой? Естеріңізге түсті ма? Иә. Так, тоғызқұмалақ ойынның шығу тарихы. Айдана. 4,5 жыл болды. 4,5 жылды қамтиды екен, Және де қосымша не айта аласыздар? Тоғызқұмалақ ол ежелден келе жатқан өзіміздің ойымыз. Сіздер тоғызқұмалақ ойын жақсы көресіздер ме, балалар? Иә. Тоғызқұмалақпен ойнап жүргендеріңізге қанша жыл болды? 1 жыл болды. Мана, тоғызқұмалақ ойынның тарихына келетін болсақ, тоғызқұмалақ 4,5 жылдық тарихы бар көне ойын екен, балалар. Біздің Жамбыл облысы осы тоғызқұмалақтың шығуына бірден-бір себепші болған облыс. Ал тоғызқұмалақтан қандай чемпиондарды білеміз? Ал тұра айта ғой. Әбілда Ақшораев, Серікбай Тілеубаев, Айдос Сейтжан, кім? Асель Далиева, Азыралы Азиз. Хорошо. Молдабек Айдана. Иманалиева Айжан. Нұрханов Ербол. Біздің Жамбыл облысының бас жаттықтырушы. Иманалиева Асель, Иманалиева Айжан әпкеміз Жамбыл облысының бас жаттықтырушы, Ербол ағайымыз Тараз қаласының бас жаттықтырушы болады екен. Асель Далиева бірнеше дүркін, ең үлкен титулованы біздің бірнеше дүркін тоғызқұмалақтың чемпионы қыздары, Түркістанның тумасы. Ал жаңа Әбілда Ақшораев пен Серікбай Тілеубаев Жамбыл облысының ардагерлері. Бізде сол кісілердің құрметіне турнир өтеді екен, құрметті оқушылар. Және де Ноғайбаев Мейрамқұл ағайымыз бар, Есенгелді Қазыбеков Есенгелді ағайымыз бар. Ол кісілер де тоғызқұмалақтың ардагерлері бүгінгі таңдағы. Сабақтың барысында жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру үшін сіздерге зейінді бол чемпион үндеуін ұсынамын. Бұл сабаққа шоғырланып, белсенді болуға көмектесетін қысқа мотивациялық үндеу. Құрметті тоғызқұмалақ жанкүйерлері. Сәлеметсіздер ме, құрметті тоғызқұмалақ жанкүйерлері. Мен әлем чемпионы Молдабек Айдана. Сіздерге шын жүректен сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасының көк туын биікте желбіретіп, жеңіс тұғырынан көріну әрбіріңізге бұйырсын. Менің жолымды берсін. Алға, чемпиондар! Жаңа тақырыпты ашу үшін қарсыластың ойынын қалай болжай аламыз деген сұраққа бейне жазбаны көру арқылы жауап аламыз. Роликке назар аударайық.
Армысыз құрметті көрермен. Тоғызқұмалақ зияткерлік ойыны туралы бағдарламалар циклінің кезекті сабағын бастаймыз. Сіздермен бірге жүргізуші Айдос Сейтжан. Өткен сабағымызда тоғызқұмалақ ойынындағы тұздық ережесіне, оның маңызына және отау аттарына тоқталдық. Бүгінгі сабағымызда тоғызқұмалақ ойынындағы ат сұрау ережесін және ойынды жазу тәртібін үйренетін боламыз. Тоғызқұмалақ ойынында ойыншылардың бірінің отауларындағы құмалақты бірінші таусып алып, жүріссіз қалуы ат сұрау деп аталады. Қарсыласын ат сұрау жағдайына түсірген ойыншы бұл жағдайда қосымша бір жүріс жасап, өз отауларындағы барлық құмалақтарды өз қазанына салып алады. Төмендегі жағдайда жүріс бастаушыдан. Бастаушының жалғыз ғана жүрісі бар. Ол нөмір 9 отаудағы 4 құмалағын таратады. Қостаушы өз кезегінде қарсыласына құмалақ ұттырмас үшін нөмір 1 отаудағы бір құмалағын нөмір 2 отауға көшіреді. Бастаушы нөмір 1 отаудағы жалғыз құмалағын қарсыластың нөмір 1 отауына салып, өз жүрісі таусылады. Бұл жағдайда қостаушы қосымша жүріс жасап, мәселен нөмір 1 отаудағы бір құмалақты нөмір 2 отауға жүріп, отауларындағы 8 құмалақты өз қазанына салып алады. Бұл жағдайда ойын аяқталған болып есептеледі де, қазандағы құмалақтар саналады. Ойынның есебі 86-76 болып, қостаушы пайдасына шешіледі. Ескерту, егер ат сұрау жағдайында қосымша жүріс жасалған кезде қарсыластың отауына құмалақ амалсыздан түсіп, жүріс жасауға мүмкін болса, онда ойын әрі қарай жалғасады. Ат сұрау жағдай ойынның несі? Ойынның соңы ғой? Ат сұрау жағдай не? Айтыңызшы өздері. Ойынның соңы. Ойынның соңы, яғни бір ойыншы ұтылысқа бара жатыр. 9 отауда 4 тас тұр еді, қазір көрсетілді. Bir тас тастаймыз, міне жүрдік, Осыны өздері тақталарына салыңдар, тура осы жағдайды. Өз тақталарына салыңдар. Сонда мына бір жүрістен кейін ойыншы не істейді екен? Ат сұрайды екен, тексереміз ба? Міне 91 жүрісін жасады. Не істеді? Ойыншыда құмалағы қаған жоқ. Бұл қандай жағдай екен? Ат сұрау жағдай. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді осыны Айдана осы жағдайды тақтаға салып бер. Өзің тақтаңа салып түсіндіріп бер маған. Міне. Осы жағдайды ойын тақтасында көрсетеді. Құрайсын Айдана. 93 жүрісін жасады. 93. Қарсылас 12 жүрісін жасады. 91 жүрісін жасады. Қарсылас 12 жүрісін жасады. Соңғы жүрісті қарсылас жасау керек балалар. Қандай жағдайға ұшырады? Ат сұрау жағдайына ұшырады. Ат сұрау жағдайы қай кезде болады екен? Ойынның соңында. Дұрыс айтасыңдар. Рахмет. Қарсыластың ойынын талдау, үш жүріс алға болжау әдісі арқылы іске асады. Сақтық тактикасы, жеңіс траекториясы, үлгісі көрсетіледі. Тоғызқұмалақ ережелерін меңгергеннен кейін ойынды жазып ойнау тәртібін үйренудің еш қиындығы жоқ. Жазуды меңгеру ойналған ойындарды есте сақтауға, жүрілген жүрістерді талдауға көмектеседі. Жазып жүрудің екі түрлі тәртібі бар. Толық жазу және қысқа жазу тәртібі. Толық жазу үлгісі төмендегі ретпен жүргізіледі. Бірінші, жүрілетін отаудың нөмірі көрсетіледі. Екінші, отаудағы құмалақтар саны жазылады. Үшінші, соңғы құмалақ түскен отаудың нөмірі және ондағы құмалақтар саны жазылады. Тұздық алынған жағдайда X белгісі қойылады. Қос нүкте табысты жүрісті, ал сызықша жай жүрісті бейнелейді. Мысалы, 1, 79 қос нүкте 610. 79 қос нүкте 610. Екінші жүріс 510 сызықша 511. 910 қос нүкте 912. Үшінші жүріс 111 қос нүкте 212. 810 қос нүкте 814. Төртінші жүріс 231 қос нүкте 512. 92 қос нүкте 13x. Қысқа жазу үлгісінде тек отау нөмірлері ғана көрсетіледі. Мәселен, бірінші жүріс 76-76, екінші жүріс 55-99. Тоғызқұмалақ ойынын жазудың әріптік түрі 20 ғасырдың 50-ші жылдары енгізілді. Тоғызқұмалақ тақтасының әр отауы әріппен белгіленіп,
Олардың әрқайсысы солдан оңға қарай алфавитпен А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И түрінде жазылады. Сол кезеңге дейін республикаға белгілі ойыншылардың бірде-біреуінің жазылып алынған партиясын қалмауы ойынның дамуына кедергі келтіріп келді. 1975 жылы тоғызқұмалақты халық арасында кеңінен насихаттау мақсатында әріптік жазу жүйесі сандық жүйемен алмастырылды. Бұл жаңалықтың авторы Серікбай Тілеубаев болды. Енді отаудың нөмірлері 1-ден 9-ға дейінгі санмен белгіленді. Жұптық жұмыс ойлан жүр әдіс арқылы орындалады. Бірінші оқушы қарсылас, яғни бастаушы, екінші болжам жасаушы, яғни қостаушы. Екіден бастап теріске шейін қашаласың. Жүрген қолмен басыңыз. Жүрген қолмен. Алмаймыз, Айдана, көрдің ғой, мына жер жұп емес. Біз қай кезде аламыз? Жұп болған кезде аламыз. Жұп сандарымыз қандай екен? 2, 6. Құрметті оқушылар, енді біз өткен сабақтарымызды бір қорытып өтейік. Біз тоғызқұмалақ туралы осы күнге дейін не өттік, сол бағдарламамызды бір қайталап жіберейік. Құрасын, Айдана, келе ғой. Бұл тоғызқұмалақ тақтасы. Бұл тоғызқұмалақ тақтасы. Мұнда тоғызқұмалақ тақтасында бұрында алфавитте жазылған етін. Ал қазір Серікбай Тілеубаев оны алфавит емес, сандығы өзгертті. Бұл сандығы өзгертті. Енді тоғызқұмалақ тақтасының дәптерге түскен, кітапқа тілге түскен үлгісі не деп айтады екенбіз? Диаграмма. Мұны бірінші диаграмма. Бірінші диаграмманы талдай қойшы, Айдана. Мұны қарадыңыздар, сіздерде алдарыңызда көрсетіліп тұр. 9 отау, солай ғой балалар? Және 2 қазандығы бар екен. Мынау бірінші позиция. Айта қойшы, Айдана. Ар отауда қанша құмалақтан тұр екен? 9. Яғни бізде ең бірінші позицияда 9 отаудан 9 тастардан тұрады екен. Сабақтың соңында бүгін менің үйренгенім тақырыбында жасанды интеллект арқылы тест алынды. Тест жауабы автоматты түрде бағаланды. Бағдаршам әдісі бойынша оқушылар бағаланып, кері байланыс парағы толтырылды. Үйге тапсырма ретінде мен бүгін қарсыласымды қалай болжадым тақырыбында қысқаша эссе жазып келу тапсырылды. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушы үшін ауызша айту немесе сурет салу мүмкіндігі беріледі.